болса, мен ол кезде де қылмыс жасаған кезде де бәрі бұл ұстасын деп жүрген ниетім болды. Яғни ұста қылмыс жасап, ешқайда бір заң таласып қашып кету мақсатым болған жоқ. Яғни 99-ның бірінші бабында жерде қылмыс жасағаннан кейін 6 ай уақыт өтті, ешқайда қашпай жүрдім. Мүмкін күтіп жүрдім. Күткен өзімнің өмірімді құтқару емес, әйелімнің жағдайы жақсарып, 3 айлық баламның кішкене әлденіп 1 жасқа дейін толуын күттім. Яғни қайта барып не істеп жүріп, солардың барынша ниетімді соларға қойдым, ешқандай жазадан жалтаруды ойлаған жоқпын. Бәрібір ұсталатынын білдім. Өмірімнің біткенін де, яғни бостандығымның бітетінін сездім жақын уақытта. Яғни әр қылмысым әртүрлі уақытта жасалды. Сол Жаңелин ауылына барғанда ата-анасына ауыр сөз айтып, менің отбасыма әке-шешеме тіл тигізіп, өзім отбасымды қаралай отырып, балаларымды тартып алып, соншалықты бір ақыл айту деңгейінде емес, яғни ар-намысын таптау деңгейінде отбасыма қол сұққан менің адамгершілік қасиетімнен мүлде айырылды. Сол кезде өзіме де оларды өлтіремін, өзімді де өлтіремін, кегімді алып кетемін деген ниетім ғана болды. Сол кезде олардың айтқан ауыр сөздері шыны керек. Қазір сырттағы адам түсінбей бір жақты ғана сипаттайтын шығар. Прокурордың айыптау түсінде де басқа да нелер айтылды ғой. Басқа да қоғам тарапынан, яғни қаржылық мақсатты көздеп деп, яғни барлығын сіз зерттедіңіз, яғни банк қосымшаларына қанша қаражат шыққанын, қанша қаражат шығын болғанын, яғни әрекеттен 2 миллион теңге үшін мен 4 адамды өлтірмес едім. Яғни мен қанша жауыз шығармын, бірақ соншалықты ақымақ емеспін. 2 миллион теңге үшін 4 адамның өмірін қиятын. Яғни осының барлығы ішіндегі қозғаушы күшті, яғни намысымды ар-намысқа таптап, сондай бір қорғаудың есірінен ғана барып мемлекеттік айыптаушыда өткен сот процесті айтты ғой. 4-5 баланың болашағын ойлап, 4 баланың өмірін қидым ба деді. Ол кезде мен тіпті 5 балам тұрмай өзімнің де өмірімді ойлаған жоқпын. Төліп кеттім, мүлде өмірімнің мән-мағынасы қалмады. Яғни тек кегімді алып жоқ қылып кетемін деген ой ғана болды. Яғни мен балдарымды да ешкімді де ойлаған жоқпын ол кезде. Яғни олардың сөздері менің шын ақылымнан алжастырды. Әр сәті есімде оның тергеу кезінде айттым. Өзіңіз сараласыз, бірақ адамға ең бірінші диагнозын анықтап барып рецепт қояды ғой, сол сияқты сізде қылмыстың жалғыз салдары емес, себебін де анықтап барып содан кейін үкім шығаруыңызды өтінемін. Кез келген жазадан жалтармаймын, кез келген жазаңызға дайынмын. Мемлекеттің әділ сотының алдында басымдемін. Әлбетте мемлекетке қиянат жасадым, бірақ кешіріңіз, жаңағы күліп отырсыз дейсіз. Мен Мұхамбалиев Ақбайынан басқа адамды жәбірленуші деп есептемеймін, ол қылмыстық істе. Тек сол кісіге ғана қиянат жасадым. Яғни ол кісінің де ауырғаны осы қылмыстық іске бір септігін тигізген шығар. Егер Ақбайдан ақыл-есі сау болса, осындай кезге жеткізбес еді, яғни ортамызға түсіп бір жақты шешер еді, ата-анасына қой деп, ағасына қой дер еді. Яғни сондай Ақбайдың ақыл-есі жоғалтуын пайдаланып, яғни олар үдере менің отбасыма шабуылдады. Ауру әйел 5 балаңды бағып, сондай жағдайда жүргенде жау жағадан бөлектен алып, өзімді психикалық ауытқуға қап болғандай сезіндім. Басқа қылмысымды сипаттай алмаймын. Жасаған ісімді көтеремін, бірақ та айтып жатыр ғой жәбірленуші тарапта, ешкімді қараламай, қолмен істегенін мойнымен көтердім. Мен жауапкершілікте қашпаймын. Әділетсіз кезінде қылмыстан қашпаған басым, әділеттілік кезінде жауапкершіліктен қашпайды. Жай мен олардың өз-өзімді айта алмаймын, жақсы адамдар өлтірдім, олар маған дым демеді, мен оларды бір ақша үшін, яғни бір қылмысты жасыру үшін өлтірдім деп айтуға менің дәтім бармайды ешқашан. Яғни олар өзінің, яғни қылмысқа итеретіндей бір сөз айтты, әрбірі де сондай қылмысқа итермеледі, ар-намысын аяққа таптады. Содан кейін туындаған қылмыс деп есептеймін, басқа айтар ештеңем жоқ. Кез келген жазаға дайын. Жай түсінсеңіз, қылмыстың мотивін түсінсеңіз ғана жеткілікті. Мен өз істегенмен өзім білемін, өзім болып беремін, өмірмен өтуге дайынмын. Қорғау тарапы адвокат шамалайды, неге бір позиция ұстанбайсыздар екеуіңіз?
Қылмыстық құқық бұзушылықтар жиынтығы бойынша Сәрсемәлиев Сұлтан Самиғұлына түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындалды. Қылмыстық кодекстің 46 бабының 5 бөлігінің 4 тармағына сәйкес өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталған адамдарға қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемелеріне өтеу тағайындалады. Қылмыстық кодекстің 62 бабының 3 бөлігінің 1 тармағына сәйкес үкім заңды күшіне енгенге дейін күзетпен ұсталған бір күн бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесіне өтеудің бір күн есебімен жаза өтеу мерзімін есептеуді. Сотталушы қолданылған күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын өзгертусіз қалдыруды. Қылмыстық кодекстің 98 прим. 2 бабына сәйкес сотталушыдан жәбірленушілер өтемақы қорына 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде міндетті төлем өндіруді. Қылмыстық іс бойынша процестік шығындарды сотталушыдан қылмыстық процестік кодексінің 178 бабының талаптарына сәйкес 2.512.128 теңге 15 тиынды өндіруді. Іс бойынша заттай дәлелдемелерді қылмыстық процестік кодексінің 118 бабының талабына сәйкес шешуді сұрайды.